Желтоқсанның ызғарлы күндері де басталды міне. Соғық түсіп, даланы қырау көмгелі, үндеместің сарыба қайта қозып, сүйек-сүйегі сырқырап, кей күндері күн шыққанша жылы төсегінен тұрғысы келмей жатып алатын болды. Өзінің анадан шыр етіп туып, азан шақырып қойған аты тұңғыш болса да, былайғы жұрт оны ауыз ашпас тұйық мінезіне қарап үндемес атап кеткенді. Бұл қосалқы ат өзіне қашан тағылды? Кім тақты? Ол жағын ешкімде, тіпті тұңғыштың өзі де білмейді. Осы бір кішігірім шаһарға ол қашан келді? Қайдан келді? Оны да сұрап біліп жатқан бір жан жоқ. Бар білетіндері жалаңаш денесіне киген түйе жүн шекпені қысы жазы үстінен бір түспейтін қу шиған молашы шал. Өзгелерге ол тек мола қазумен ғана күн көріс жолына түскен бір бейбақ боп қана елестейді. Және осы бір кәсіпті тағдыр оның маңдайына өшпестей етіп жазғандай. Анадан туғанда басқалар секілді би, болыс болуды емес, молашы болуды көксегендей көреді. Ол жасының нешеде екенін де білмейді. Есептеп те көрген жоқ. Бұл жарық дүниеде аз жасады ма, көп жасады ма, рахат көрді ме, бейнет көрді ме, бағы ашылған ба, соры қайнаған ба? Бұл жағында ойлап толғамайтын секілді. Мынау қан базардай құжынаған адамдар тіршілігінде дәулет бар, мансап бар, талас бар, тартыс бар, қайғы бар. Сүйініш бар-ау деген сезім оның миына ешқашан кіріп шыққан емес. Ол ештеңеге қызықпайды, ештеңеге жан таласып ұмтылмайды, еш уақыт опынбайды. Ертемен тұрып қолына кетпені мен күрегін, сүйменін алып, қала сыртындағы қорымға қарай ілбейді. Келген бетте сол баяғы бір қалыпты қимылмен жай барақат жер қазуға кіріседі. Өзекті жерде өлім бар. Бұл қаладан күніне 2-3 адам ақырет сапарға аттанып тұрады. Бұған ол да әбден үйреніп алған. Күніге қазатыны 3, әрі кетсе 4. Азаннан кешке дейін осы қимылмен ақ бітіріп тастайды. Сонан соң әр молаға өзі жатып көріп, тар болса үңгіп, белгісіз марқұмға іштей иманды бол айтады да, үсті басының шаңын қағып, ымырт үйірле үйіне қайтады. Мұны шаһардағы көп адам біледі, ал бұл олардың бірін де танымайды. Бірақ мұны білетіндердің ешқайсы осы бір адамның өзгелер сияқты қайғы қуанышы, күйініш сүйініші, мұрат мақсаты бар болар-ау деп ешқашан ойлаған емес. Білетіндері сол баяғы үндемес қана. Өзгелер үшін бұл ауырмайды, сырқамайды. Қатын балам болса екен деп тәңірден тілемейді де. Осылай ілбіп жүріп, ақырет сапарға аттанғандардың ақтық орнын 2-3 күн бұрын дайындай береді. Және кім болса ол болсын, хан ба, қара ма, мүсәпір ме, кісәпір ме, жас па, кәрі ме, оның бәрі бірдей. Қара жер бәріне жетеді. Тек марқұмның артында қалған ағайын жұрағаты қалай дейді, бұл солай етеді. Онысына алақан жайып ақыда сұрамайды. Кім не берсе соны алады. Аз берсе налымайды, көп берсе көпсінбейді. Кәрілік де жетіп қалған-ау. Әлде түнгі аяз жерге тоң қатып өткен бе? Ол күректі табанға салып, ырғап қалғанда жүзі тасқа тигендей тық ете қалды. Бар салмағын салып, тағы да ырғап көріп еді, сол жамбасы зырқ етіп, аяғынан жан кетіп қалғандай болды. Денесі түршігіп келе жатқан секілді. Кеше қазып кеткен шұңқыр топырағының бетіндегі қырауды ысырып жіберіп, сылқ отыра кетті де жамбасын уқалады. Кәрі денесі жылы төсекті аңсады. Бірақ жылы оранып жатар уақыт бар ма? Тым болмаса үшеуін бітіру керек. Қыс та түстау деп ішінен ол екеу қазармын. Ал үшеу, ай, қиын болады-ау. Күн көтеріліп, әлсіз жылудан жер беті жылт-жылт етіп ери бастады. Ол түрегеліп, сүймені мен қатты жерді 2-3 рет түйгенде мұз жарғақтар жарпа-жарпа боп жан-жаққа ұшып түсті. Тоң қылаңдай қоймаған екенде бол күбірлеп, онысы жақсы болды, бүгін үшеуін бітірсем. Сәлден соң денесі қызып, жамбасының шаншуы да қайтты. 3-4 сүйем өткеннен кейін жұмсақ топырақ басталып, әрі қарай қазу жеңілдеді. Бір аттам аралықта да айырмашылық бар. Кешегі жердің топырағы қасаңдау еді. Мына араныкі борпылдақ екен. Әсте бейшараның мінезі жұмсақ шығар.
Кісі бойына жеткен соң құбыла жақ шетінен ақым бастап кеуле қазды. Моланың қиыны осы. Әуелгіде бір жамбасыңа жатып қисая қазбасаң оңтайға келмейді. Бір сағаттай уақыт өткенде ақым да бітуге таянып, ол сыртқы үйге шықты. Бетінің терін сүртіп, қараңғы көрге үңіле қарады. Енді бір түсуден артылар тірлік қалған жоқ. Осы сәт сырттан ат тұяғының дүсірі естілді. Дүсір оның дәл төбесіне кеп тоқтады да. «Көр, нұрлы болсын» деген қоңыр дауыс естілді. «Айтқаныңыз келсін», тұңғыш ернін күбір еткізіп орнынан тұрды. Кеудесі моладан көрінбейді. Мойны қыл тиіп, көзі шүңіреп, жігіт ағасы боп қалған мұртты кісіге «Не айтасың?» дегендей тесіре қарап тұр. «Бүгін таңсыз бере інім қайтып еді. Иманды болсын. Ұнаса мына біреуі дайын». Тұңғыш атты кісіге бір, ақымға бір қарады. «Бұл жерге су имелейді-ау деймін, ойпаң екен. Басқа жерден қазуға болмай ма? Құдайдың жерін жаралай беріп қайтеміз. Өлгенді Құдай кешірер, анау бір төбенің басынан қазсаңыз қайтеді?» Атты кісі жез сапты қамшысымен бетке жақты көрсетті. «Сол жердің топырағы құрғақ болар. Ал мынаны кім алады? Бір бұйырған алар, қазылған көр далада қалмас». Тұңғыш төнеріп төмен қарады. Бәрі өстеді. Жер таңдап, мүдде таңдап, көпірлік жасайды. Төбе не, ойпаң не? Бұл жерге де су үймелейді. Ағып өткен судан көп болса, зәктер, бірақ ақымға жетпейді ғой. Күйген қышпен 4 қатар ғып өрсе марқұмға сыз демейді. Бесікке жаңа бөлеген баладай құп-құрғақ жатады. Өлім үстінде айтыспайық. Тілегімді орындаңыз, ақысына бір сек атадым. Тұңғыш ойланып қалды. Әке шешесінің әруағына Құран оқытсам дегені ойына сап етіп түсті. «Бір тілегіңді німақұл демейін, жарайды, мынаны бітіріп болған соң кірісейін. Тәңір жарылқасын сізді». Мұртты кісі атын кейін бұрып жүріп кетті. Тұңғыш еңкейіп моланың ішкі үйіне енді. Бөкшейіп жүріп табанын тереңдетуге кірісті. Әлгі күннің жылуына бойы үйреніп қалғандықтан ба, ақым мұп-мұздай боп денесін түршіктірді. Ол келте сүйменмен аумағы жарты кездей жерді тез-тез түйгелеп шықты. «Су үймелейді» дейді. Неғылған су, топырағы құп-құрғақ. Қандай жақсы жер. Бос топырақтың шаңын бұрқыратып келте күрекпен сыртқы үйге лақтырды. Ақымның тар тесігінен түсіп тұрған болмашы жарық бұрқыраған қою шаңнан әлсіреп бұрыш-бұрышты қараңғылық басты. Ол шұңқырдан шығып, жұмсақ топырақ үстіне отырып демалды. Күн жылып қатқан жер шылқылдап ери бастапты. Айналаға қарады. Тірі жан жоқ. Мелшиген меңіреу қабірлер. Олар да әр басқа. Бірінің күмбезі күнге шағылсады, екіншісі аласа жай күмбез. Үшінші біреудікі кесек қорған. Төртінші біреудің қабірі жай төмпек қана. Енді бір бейшаралардың қабірі ортасына омырылып сәңірейіп тұр. Кім біледі, бір заманда ол анау күмбезді зираттан да сәулетті болған шығар. Бірақ оған енді ешкім сенбейді. Өткен істің бәрі өтірік, бәрі жалған. Дөңеш жерден екінші қабірді бастап кіндікке жеткізгенде ине сұғбалғандай жамбасы тағы шым ете түсті. Не болған бүгін? Бұрын шаншу қадалғанымен жылы көрпеге оранып дел сал боп бір терлесе таңертең құлан таза сауығып кететін еді ғой. Әлде кәрілік деген Құдай атқырдың жеткені ме? Көп отыра берсем денем құрысып қалар деп ол орнынан тұрды да жамбасын қолымен басып бойын түзеді. Сонан соң күндегі әдетінше шұқыр ішіне секіріп түсіп еді, сол жамбасын әлдекім суырып әкеткендей көздің оты жарқ етіп бүк түсіп жатып қалды. Жілік-жілігінің арасынан әлдекім сым өткізіп, бір ұшын миға тартқандай басы зырқырап есеңгіреп кетті. Сәлден соң есін жиды. Жамбасының шаншуы бағанағынан қайтайын депті. Ет бетінен түскенде сеулі күрекке жығылып шекесінен қан аққан екен. Ол дымқыл саз топырақпен араласып, қанды балшық боп қатып қапты. Ол орнынан көтеріліп, кіндік бойы қазылған шұқырдың екі ернеуіне сүйеніп біраз тұрды. Салмақ салсақ жамбасы зар қағады. «Қап», деді ол іштей, «біткен екем. Үшеу түгіл екеуінде қазалмайтын болдым-ау. Сорлы басымай, секіріп нем бар еді?» Ол тұрмысып жүріп, моладан әрең шықты.
Күрегін алуды әлгінде ұмытып кеткен екен. Қайтып түсуге қиынсынып, ішінде қалдырып кетті. Көзіне жылы төсек елестеді. Жоқ, деді ол іштей, бұл болмайды. Тым болмаса екеуін, кешке дейін тым болмаса екеуін. Үндемес күннің әлсіз жылуына бөксесін тосып, қырындай жатты. Жылылық денесіне жағып барады. Өстіп жатып ұйықтап кетіпті. Көзін ашқанда түс ауып қалған екен. Тісі тісіне тимей қалшылдап барады. Мана жатқан кезінде күн ашық еді. Аспанды бұлт торлап, батыстан ызғырық соғып тұр екен. Сызға тиген оң жақ иығы мен жамбасы алдырмай қапты. Біткен екем, деді ол күбірлеп. Болған жерім осы екен да, қайтейін. Ол буыны сытырлап орнынан тұрды. Шекпенін қымтына түсіп, анау төменде шағын қаланың бір түкпіріндегі өзінің кішкене үйіне қарай ілбіп қозғала берді. Жайшылықта сүт пісірім уақытта баратын үйіне 1 сағатта әзер жетті. Мал түсірген бе, жел түсірген бе, терезе орнына тағылған жастық жерге домалап, аядай сыз тамның іші азнап тұр екен. Терезені қайта бітеді. Үй ішін көрдегідей қараңғылық басты. От жағу керек-ау, бірақ оған отты қайдан тапсын? Көршілерден барып әкелейін деп еді, сүйегін сүйретіп қуыс үйіне құр сүлдері әзер жеткенде қайта шығуды қиынсынып, көз көрмесе де қол үйренген жердегі көрпелерін қалың етіп салды да үстінен кигіз жамылып тарс бүркеніп жата кетті. Шіркін-ай, ыстық қоламта болар ма еді, деді ішінен. Суырып алғандай шаншу таппа тиылар еді-ау. Бұрын жамбасы ауыра қалса, кір шүберекке қоламта орап, шаншу қадалған жерге басып жата қалатын. Таңертең сен көр, мен көр, құлан таза айығып шығатынды. Қазір оған шама қайда, әл қайда. Марқұм әкесі де солай ететін еді. Сәлден соң бойы жылынайын деді. Таң атқанша тұрып етпей, осылай жылы бүркеніп шықсам, сауығып кетермін деп көзін жұмды. Емнің үлкені жылы төсек, тыныш ұйқы. Бұл қайдан есіме түсіп жатыр? Әкем марқұм айтушы еді-ау. Я, ұйықтап алайын, бірақ ол қанша тырысса да неге екені белгісіз көз іле алмады. Басы ию-қию шуға толып, ойына қай-қайдағы бір оқиғалар орала берді. Бірде жартысы бітпей қалған мола, бірде үй ортасында шоғы қып-қызыл боп жытырлай жанып жатқан сексеуіл, онан соң буы бұрқырап тұрған жас сорпа, енді бірде сонау кездердегі әке шешесі елес берді. О, бейшаралар, деді ішінен. О, бейшаралар, кеше әке шешесі түсіне кіріпті. Дәметіп жүр-ау, пұлым жетсе бір мал алып, Құран оқытып жіберейінші. Бүгін тым болмаса екеуін де бітірмегенімді көрдің бе? Сол жақ қырына аунап түсті. Ұйқы атаулына аунап түскен сәтінде шашылып қалғандай мүлде қашып кетті. Осы сәт жылымшы бір нәрсе самайдан өтіп құлағына жетіп тоқтады. О, тоба, мұным не бұл? Жылағаным не тағы? Ол жасын сүртейін деп еді, киіз ашылып, енді беті қайта бастаған шаншуым қозып кетер деп қозғалмай жата берді. Қой, жыламайын. Өлі аруаққа да, тірі аруаққа да жылаған жақсы емес. Ол қайғылы балалық кезінің сонау бір сәттерін есіне алды. Оның бала болғаны рас шығар, бірақ балалық шағы болған жоқ. Әкесі қомша алдында мал, басында бақ, артында арқа сүйер туысы болмаған соң көп өмірін кісі есігінде жалшылықта өткізіп, жасы жер ортасына ауып бара жатқанда бір жетім қызға қосылып, 2 жылдан кейін перзент сүйді. Сәбидің дүниеге келгенін 2 қоңсы кемпірден басқа ешкім білген жоқ. Қолынан келер өзге кәсібі жоқ қомша малды ауылдардың 40-50 құлаш құдығын қазып, ел аралап кеткенді. Түн жарымы ауа үйіне келгенде жас нәрестенің иісі бұрқ етіп, сол иістен ет жүрегі езіліп, босағаға сүйеніп тұрып қалды. Әйелі тез көтеріліп, ортадағы көмірлі шоқты ашып қалғанда, үй ішіне қызғылт жарық түсіп, ауыр жұмыстан шаршап шалдығып келіп тұрған өз күйеуін көрді де, қуанғаннан күлімсіреп төмен қарады. Көп кешіктіңіз ғой? Құдық терең болды. Атын кім қойдыңдар? Сізді күтіп отырмыз. Қомша төрдегі бесікке келіп, жабулы көрпені жаймен ысырды да, пысылдап ұйықтап жатқан нәрестенің маңдайынан ұзақ иіскеді.
Ортадағы шоқтың беті қарауытып, үй іші күңгір тартып бара жатыр. Қомша от басындағы әйелінің жанына келіп, жерде жатқан көсеумен шоқтың көзін тағы ашып қойды. Қызғылт жарық түндікке барып тірелді. Тұңғышымыз ғой, атын тұңғыш қояйық. Айтқаныңыз болсын. Көрші қоландарға қазан астың ба? Сізді күтіп отырмыз. Пышаққа ілінер мал қайда? Ертең шақырып жіберейік. Бір ай төккен терім тұңғышымнан садаға. Әйелдің жүзіне күлкі үйрілді. Пышаққа ілінер мал қайда деп айтуын айтса да, ерімнің көңіліне қаяу тастап, қу жоқшылықтың тақылетін тағы есіне салдым-ау деп іштей өкініп, әрі зеку естіп қалар ма екенін дегендей қипақтап қалып еді. Бір ай төккен терім тұңғышымнан садаға деген сөзді естігенде, ерінің бұл жолы бұрынғыдай емес, олжалырақ оралғанын сезіп, іштей қуанып қалды. Отты тағы көсеп жіберді. Үй іші жап-жарық боп, бесікте жатқан баланың қызыл шырайлы жүзі көрінді. Қомшаның екі басы үшеу болып, тіршілік тауқыметі бұрынғыдан ауырлай түсті. Ол өзгелер үшін шөп орды, құдық қазды, мал бақты. Басқа жұмыс болмай қалғанда ерсі көрмей, арқанда есті, тезекте терді. Қатыным бар, балам бар, қатын болса түсінер, бейкүнә бала не білсін, жоқ дегенді ұғарма. Одан аяған шыбын жаным шырқырап көрге кіре қойсын. Осылайша тіршілік қабымен қарбаласып жүріп, ашты тоқты өмірдің 9 жыл артта қалғанын Қомша аңғармай қалды. Әйелі бұдан кейін 2 құрсақ көтергенді. Бірақ алғашқысы 3 айлығында шетінеп, одан кейінгісі іште өлі туды. Бұл оқиға екеуінің қабырғасын қақыратып, 10 жасқа қартайып кетті. Әйтсе де жарылының жалғыз жұбанышы жаратқан ғой, екеуі тәңірі маңдайға не жазса, соны көрерміз. Одан пенде қашып құтылған ба? Жалғыздың ғұмырын Алладан жыламай тілейік деп, өздеріне өздері басу айтып, көз жасын әрең құрғатқан. Құдай бір адамның соңына қашанғы құрық алып түсе берсін. Ақыры олардың тілектері қабыл боп, әйелі бір ұл туды. Енді міне, бұлардың шаңырағында тағы бір қуаныштың құсы келіп қонғандай болды. Кеше Қомша ауылдың молдасы Бәдіғұлмен сөйлесіп көрбеді. Жарықтық әулие кісі екен ғой. Мұны жылы қарсы алып, биылдан бастап балаң менен оқи берсін дегенді айтты. Ақы да сұрамады. Ер мойнында қылар хан шірімес, бірде болмаса бірде қайтар деді. Қомшаның төбесі көкке жетіп, үйіне құстай ұшып келді. Молдекем ақы сұрамағанмен түк таппағандай құрқол баруды басына ар санап, баласын оқуға апарғанда қазығына бір қараны көнімді сатсам да байларымын-ау деп бекінді. Оқуға 3 ай қалды. Оған дейін 2 құдық қазса 2 қой неге таппайды? Қорада бір бұзау 3 қой бар. Бәрін сатса қалайда бір қараның басын құрайды емес пе? Іздегенге сұраған. Арада 2-3 күн өткенде көрші ауылдың ескі құдығы құлап, жаңасын қазатын кісі іздеп жүр екен деген хабар келе қалды. Бұл өңірдің құдығы кемінде 30-40 құлаштан кем болмайды. Қолына кетпен ұстаған жанның бәрі қазуын қазалар-ау, бірақ оны шегендеп, тастай өріп тастайтын шебер лөде біреу-ақ. Осы хабар жетісімен Қомша кетпені мен сүйменін арқалап әлгі ауылға жетіп келді. Оның шеберлігін жұрттың бәрі біледі. Әдейі іздеп келдім дегенде, басы Тілеуберді бай болып қатты қуанып, құдықты жақсы бітірсең, бір емес 2 қой аласың деп уағда байлады. Көктен іздегені жерден табылып, Қомша қасына бір серік алды да, жатпай тұрмай жұмысқа кірісіп кетті. 27 күн дегенде барып, саз балшыққа жетіп, 28 күні сынаптай жылтырап суда көрінді-ау. Ол арқанды тартып қалды. Су шықты деген белгі. Шыңыраудан қарағанда инедей боп қылдырап көрініп тұратын серігі лезде жоқ болды. Қуанышын басқаларға айтуға кетті. Сәлден кейін құдық басына адамдар үйме-жүйме жиналып қалды. Түйемен жеткізілген сырдың сексеуілін арқанға байлап, төмен түсіріп жатыр. Қомша таңертеңнен бері қазған жерін өршіп шықты да, тізеден су кешіп жүріп тағы да жарты құлаштай тереңдетті. Ол құдықтан шыққанда кеш батып қалған еді. Жиналған жұрт қаумалап ортаға алып, құдықтың тез біткенін, Құдай бұйыртса
2-3 жылға шейін суы сыр бере қоймайтын Қомша сынды шеберге тағы біреуін қаздырып алса, құба-құп боларын айтып, мақтасып жатыр. Бірер күн болып, демалып қайтарсыз деген жұрт сөзіне көнбей, қатын баласына асығып тырнағы ілініп жүрген Қомша тиесілі 2 қойын жетектеп, 7 күнде ауыл иттерін абалатып үйіне тартты. Үйде аунап-қонап бір жетідей әл жиған соң, басқа бір бай ауылына барып, 2-ші құдық қазуға кірісті. 20 құлаштай тереңдікте әлі дымқыл тартатын түрі жоқ қасаң топырақты сүйменмен түйгіштеп жатып, ол баласы жайлы тәтті ойға берілді. Балам оқуды бітірсе, пәленшенің ұлы ғұлама молда екен. Оқу атаулының түбіне жетіпті деп жұрт гуілдесіп жүрсе, оған жақсы жерге құда боп, келіншек әперемін, жұмыртқадай ақ отау тігіп беремін. Келін айналайын азанымен тұрып маған сәлем береді. Ата, құманда жылы су бар деп иіліп тұрады. Көсеген көгерсін, қарағым, өмірлі бол деп ақ батамды айтамын. Эх, дүние-ай. Архан дір ете қалды. Бұл несі? Көмекші жігіт сусын алып келу үшін жаңа ғана кетіп еді ғой. Құс болып кеткеніме шіркіннің. Ол жоғары қарады. 3 жігіт төне түсіп, қарқылдап күліп тұр екен. Оның денесі дір ете қалды. Ей, не керек сендерге? Көрт ұшқандай ін қазып көрген күнің құрысын. Ей, шық бермен, сусының бар ма? Әйтпесе құдығыңнан су алып бер. Бұл не қылған тәлтектерің, менде нелерің бар? Өй, шықсаңшы өзің, мә ұста Арханнан. Қомша Арханнан ұстауға сескеніп, тепкішекпен жоғары шықты. Бейтаныс жігіттер. Аттарының ер тұрмандары мен киімдеріне қарағанда еріккен бай балаларына ұқсайды. Үшеуі де бозағаға мас бопты, ауыздарынан уыт иісі аңқиды. Я, құдық қашан бітеді? Амандық болса, 10 шақты күнде бітіп қалар. Немене оған шейін біз қаталы бөлеміз бе? Құдай сақтасын, ескі құдық бар ғой. Ал бозаң бар ма? Мырзалар-ау, менде боза қайдан болсын? Қазір серігім айран әкелер. Айран дейді. Үшеуі де қарқылдай күлді. Сен көп сөзді қой, деді мағыналы бері дес бермей тұрған сұлп мұрттысы. Біздің білмейтініміз жердің астында. Қатыныңның жас екені рас па? Не деп тұрсыз, мырзалар? Қатынның жас екені рас па деймін. Қомша не деп жауап қайран білмей үнсіз тұрып қалды. Сәлден соң. Оны неге сұрадыңыздар, деді ақырын ғана қатқыл үнмен. Жас қатыны неге сұраушы еді? Үшеуі жер жаңғыртып тағы күлді. Қомшаның ашуы келейін деді. Мырзалар, мен сіздер секілді ерігіп жүрген жан емеспін. Сіздер тойып секіріп жүрсіздер, мен тоңып секіріп жүрмін. Өздеріңіздей дәулет менде жоқ. Қолымнан келері міне. Мынау құдық қазып жан бағамын. Тәлкек көтерер кісі мен емеспін. Мәссаған, тәлкек көтермейді. Енді кім көтереді? Мен көтерем бе? Көр тұшқанның айтып тұрған сөзін қарай көр. Жарайды, қойдық. Бар, ініңді қаза бер. Түссеңші енді. Өзім-ақ асықпай түсемін ғой, сіздер қайда беріңіздер. Қорқып тұр, біз саған түкте істемейміз, түсе бер. Қомша әлденеден секем алып төмен түсті. Әлгі баласы түспегірдің де кете қалғанын қарасаңшы. Ол құдық түбіне жетіп, сүймені қолына алды. Олар неге кетпей тұр? Мені тәлке кеткеннен не қызықтап деген? Ей, бері қара, деген дауыс жоғарыдан саңқ ете қалды. Қомша басын көтерді. Сол сәтті үстіне шүмектеп, жылымшы су құйылды. О, әкеңнің! Қомша қолына сүйменін алып тез-тез жоғары көтерілді. Ол шыққанда еріккен үшеудің шек сілесі қатып күліп тұр екен. Шыққан бойы шалбар бауын байлап тұрған сұлу мұрттың жағасынан ала кетті. Байдың баласы болмақ түгілі патшаның ұлы болсаң да, жер қаптырайын, мазағыңа төзетін мен емес. Өй, мына көрт ұшқан ат жалман боп кеткен бе? Қайтеді? Қомша сұлу мұрттың кеудесінен бүркітте қонжиып, алқымын езіп жібергенде, ол өлердегі сөзін айтып, енді тимеймін көкетай, деп безек қақты. 2 жігіт қарап тұрсын ба? Мар-жұмар боп жатқан екеуге жетіп келіп, Қомшаны аударып түседі. Опай-топай алыс басталып кетті. Үйілген сары топырақ құдық ішіне сауылдай төгіліп, жер астынан шыққандай-ақ тозаң аспанға көтеріліп жатыр. Шырт иіп киінген сері жігіттер
барқыт бешпенттерінің рәсуа болғанына да қарамай үшеуі үш жақтан жабылғанымен жалғыз құдықшыны ала алмай, ой әкеңнің деп залонумен жүр. Сүйменді әкел, сүйменді әкел деді құдықшының астында шаң қуып жатқан барқыт бешпентінің бірі. Қомшаның жүрегі су ете қалды. Шынымен бе? Шынымен мына үшеуінің ойы бұзылғаны ма? Бір мені тым құрыса матап байлап кетуге шамалары жетпеген соң сүйменмен соқпақ па? Астапыралла. Ол орнынан атып тұрып, артына жалт қарады. Манағы құдық ішіне шүмектенген жігіт сүйменді көтеріп ұруға оңтайланып кеп қапты. Қомша жалп бергенде ауыр сүйменнің салмағынан өзін-өзі ұстай алмаған жігіт әлі шаңы бұрқырап жатқан 20 құлаш құдыққа өкіріп құлап түсті. Төбелес пышақ кесті тиыла қалды. Үшеуінен де ес кетіп құдыққа үңілді. Будақтаған шаңнан еш нәрсе көрінбейді. Тек ыңырсыған дауыс қана естіледі. Әлгі жігіттің бірі сол сәтте ой бауырымдап сарнап қоя берді де атына отырып ауылға қарай шаба жөнелді. Жігіттің мойын омыртқасы үзіліпті. Сол күні жұлдыз шыға жан тәсілім етті. Ол осы ауылдың атақты байы Доскүйдің 3 күннен соң үйленгелі отырған ортаншы баласы екен. Қомшаның келешек өміріне армандай боп ту алыстан сәуле шашып, оның әйеліне де өзіне де ұйқы бермей, алға сүйрелеген балдай тәтті үміт жер үрлеген шамдай лып етіп сөнді де, бұдан былай тіршілік жолын қараңғылық басты. Бай баласын құдыққа итеріп өлтірді деген жаладан қара басымды арашалап қалармын деп, бөтен ауылдың ақсақал, қара сақалдарының шешімін күтіп, бір жеті Аллаға жалбаруымен жатты. Бірақ үміт азая берді. Ол байдың ұлын өлтірген қандықол болып табылды. Оған куә әнеу күнгі 2 жігіт. О, құдай, маған енді құдық қазып күн көруді де көпсінген екенсің ғой, деп аһ ұрғанда оның 2 көзінен жас пырт етіп ытқып кетті. О, бейбақ, деді төрде отырған шал үнсіздікті бұзып. Осылай боларын білмеп пе ең? Мұсылманның өлтіргенін көрмек түгілі естіген жоқпыз. Сенің қалай дәтің барды? Ақсақалдары өлтірген мен емес, түсініңіздерші. Жіксіз күйіп барамын ғой, үй бетін көрмей құдық қазып тапқан өнімсіз қаржыма қарап отырған қатын балам бар. Соны аясаңыздаршы түге. Доғар, қанды қолыңды қатын баланың обалын айтып жуалмайсың. Бүгін кісі жібертеміз. Жаны ашша ауылының әкімдері айыбыңды төлеп алып кетер. Жаны ашымаса өзің төлейсің. Қолыңда малың жоқ екен. Аманат тапсырасың. Егер құнын өтеп болған күні аманатыңды қайтып аласың. Салған айыбымыз 30 түйе, 30 жылқы, 30 сиыр. Қомша кеткен кісілердің жақсы хабармен келуін 2 күн, 2 түн бойы кірпік ілмей ұзақ күтті. Бастарына төнген қара күнді естігенде баласы мен әйелі не күйде болды екен. Оған бәрінен бұрын бататыны осы. Ақыры сарыла күткен кісілер де оралды. Шерәлі бай көнбепті. Қомша дегенді керек десең танымаймынды. Көрінген дуананың айыбын өтей беретін далада шашылып жатқан малым жоқ. Пісіріп жесеңдер де мейілдерің, аманатқа баласын бере берсін депті. Қомшаның көз алдындағы дүние төңкеріліп жүре берді де сылқ етіп құлап түсті. Арада 2 күн өткен соң 3 айдан кейін оқуға бермек болған 9 жасар баласын қолынан жетектеп, әкеп аманатқа тапсырып, кеудесі өксікке толып кете барды. Туған үйінің босағасына қай кезде қайтып ораларында жат жұрттың арасына неге, не үшін келгенін де қоштасып жатып бетінен сүйген сәтте әкесінің не себепті көзіне жас алғанын да толық аңғара алмай, әйтеуір бейтаныс жерде қалып бара жатқанын ғана сезген баланың жасқа толы көздері жәутеңдеп, көке деп еңіреп қала берді. Тірі болсам жазға дейін жетермін ұлым деп көкірек шері мен қайғысын баласына байқатпауға тырысып, әке сырт айналды да тез басып жүріп кетті. Жаз өтіп қыс келді, бірақ қайта оралған әке болмады. Сонау беткейден бері құлаған сары жолдан қылтиған қара көрінсе де, әкем бекен деп 2 көзі 4 болып, тумай жатып жалғыздық жапасын шеккен қаршадай аманат бала тірі жетім, кісенсіз тұтқын болып жол тосумен жата берді. Сол жолдан көрінген қараның басқа емес,
Қомша болуын Аманат бала былай тұрсын, Дөскей де тағатсыздана күтті. Бұл баланы қолда ұстап отыра бергенде не табады? Одан келер пайда қайсы? Бала етіп асырап алатындай ол перзентке зар боп отырған жоқ. Барымташы сойыл соғар етіп баулайын десе оның да ретін таба алмады. Қанша дегенмен кеудесінде мейіздей қатқан кегі бар жат бала емес пе? Ес білген соң елін тауып, оған жіберген еңбегі зая кетумен тұрмай, өзіне қарсы шауып жүрсе қайтеді. Ортаншы баланың қалың малына өткізген қоралы қой, қыруар дүние бар. Тым болмаса соның ізі жабылсын деп салған айыбын төлеп, Аманат баласын алып кетер не әке, не шеше, не бір ағайын туыстарының осы кезге шейін ат іздерін бір салмауы оның ашуын келтірді. Кей түндері әкелік мейірім ұстап, өлер бала өлді. Отқа тамзар майы жоқ, жерге қараған тақыр кедей екенсің. Лағынан айырған киіктей тірі жетім етіп не табам? Ал балаңды деп Аманатты апарып тастауды да ниет етіп көрді. Бірақ бұлай етсе кек заңы, құн заңы бұзылып, өзін өлген баласының әруағы алдында, намысын кегі кеткен жау алдында жығып берген боп шығатын ойлап, маған керегі мал болса, саған керегі жан екен. Сен жанды қиғанда мен неге малды қимаймын? Кімді кім жеңер екен? Жата бер солай деп ол Қомшаның артынан екіншілей кісі жібертпей қырсығып, ол қырсықтығы сырттай да іштей де ызаға айналып, тым-тырыс жатып алды. Ең бастысы көз ашқалы жайлауға таласып, ала көз боп келе жатқан және осыдан 3 жыл бұрын 40 шақты жылқысын барымталап алып кетіп, көрер көзге зорлық жасаған мен Шірәліге пісіріп жесеңдер де мейліңдерің деген өз ауылының баласын апарып беріп, әлсіздік көрсеткісі келмеді. Қайыршысы түгілі қасы болса да, баласы ол ауылдың баласы ғой. Оның мейірімсіздігі мен қатыгездігіне жұмсақтық жасап, тағы жеңілмек пе? Жоқ, ол бола қоймас. Күтіп бағармын. Келмесеңдер, жарықын неде малай боп өткендер аз ба? Бұл да солардың бірі боп жүре берер. Жерге алғаш қар түскенде Шәрәлі ауылынан хабар да жетті. Жан түршіктірер суық хабар. Арқа сүйер дәулетті ағайын туысы жоқ Қомша байғұс, жар құлағы жастыққа тимей, қайтсем баламды қолыма аламын деп, зыр қағып жүріп, зорғып, басқа бір бай ауылының құдығын қазып жатып, сол құдықтың түбінде мәңгілік көз жұмыпты. Мұны естігенде Дөскей селт ете түсті. Өзгелерге сыр білдірмей, түйіліп біраз отырды да, жұмған аузын ашпаған бойы орнынан тұрып кетті. Тек шығып бара жатып, үнсіз отырған басқаларға жайлап бұрылды да, мұны балаға айтпай-ақ қойыңдар деді. Босағадан сыртқа аттай бергенде Аманат бала қарсы ұшырасып, ата, көкем, келеме? Деп жәудірей қарады. Дөскейдің ішкі дүниесін әлде қалай бір сезім аралап өтіп, тұла бойын ду еткізді. Жоқ, бұлай тұра беруге болмайды. Кәрі көзге сенім бар ма? Жас шығып кетіп жүрсе. Сорлы бала, деді ішінен. Енді сені қайтсем екен? Я, жақында кеп қалар, деп айтқалы аузын аша бергенде өзімен ілесе шыққан үлкен ұлы. Атаңның басы, әкең мүрдем кетті, деп қойып қалды. Дөскей жалт бұрылып баласына оқты көзімен ата қарады. Мұншалықты тас жүрек боп туылармысың, деді ішінен. Сөйтті де шырқырап жалаған баланың даусын естігісі келмей, ауыл сыртына қарап тез-тез басып жүріп кетті. Қолындағы қамшысын қыса ұстап келеді. Қайдан білейін, тірі жанға мал табылар дебем, жанашыры жоқ жалғыз екен да. Бүйткенше абақтыға айдатқаным жөн екен ау, сорын құрғыр сорбақта. Дәл желке тұсынан дүсір естілді. Қуып жеткен баласы екен. Әке, мұныңыз не? Деді. Не боп қалды? Жау алдында өзіңізді жығып бергелі жүрсіз бе? Жау кім? Шерәлі. Кеше малымызды барымталады. Бас көтеріп кек қайтар алмадық. Туысымызды өлтірді. Тағы отырмыз, Аманат құнын ала алмай. Ертең кеп шаңырағымызды ортаға түсіріп, отбасын ойран етеді. Сол ма енді жетпегені? Сонда не істе дейсің маған?
Жұмсақтығыңызды қойыңыз. Әкесі бауырымызды өлтірген баланы еліне қайтарып, тағы да масқара болғалы жүрсіз. Сіз кешірсеңіз де, інімнің әруағы үшін мен кешпеймін. Ертең құлағына ен салып, мал соңына жібертемін. Өйтпесек, жұрт алдында абыройдан жұрдай боламыз. Ел бізді тыңдаудан қалады. Солай де, солай әке. Әлгі отырған кісілердің бәрі сіздің бұл мінезіңізге наразы боп қалды. Мейлі, білгендеріңді істеңдер, бірақ баланы ұрып соғушы болмасын. Ол бейбақтың күнәсі жоқ. Ен саламын деген есерлігіңді қой. Аманат бала екенін онсыз да танырмыз. Сөйтіп, тұңғыштың тұңғыш аты жойылып, Аманат бала атанды да 10 жасқа жетер-жетпес шағында малай боп мал соңынан түсті. Бір жыл ішінде ол өз атын ұмытып, атын кім десе, Аманат деп жауап беретін болды. Мейірімсіз тағдыр түк таппағандай бейкүнә дәрменсіз баланы осылайша тумай жатып тәлкекке айналдырды. Бой-бой боп теллеп кетіпті. Жамбасының шаншуы қойған-ау шамасы. Сол жақ қырына аунап түскенде де ауырсынған жоқ. Сәл салқындайын деп бетін ашты. Жылыға үйреніп терлеп жатқандықтан ба, суық ауа мірдің оғындай арғы бергісінен өтіп, қарғып түсердей болған соң кигізді қайта жауып қойды. Жастығы құрғыр тағы түсіп кеткен-ау, деді ішінен. Әйтпесе, мұншалықты ызғар соға қоймас еді. Мейлі, түсе берсін. Орнымнан тұрсам, тер қатып тағы бір арылмас бәлеге душар болармын. Ұзамай таңда сыз беріп қалар. Ұйқым қайда кеткен сірә? Әке шешем неғып бүгін көзіме көп елестеп жатыр. Тым болмаса жұмасына бір рет отқа май тұтатпай кетіппін-ау. Өлі аруақтар дәметіп жүр ғой жарықтық. Бүгін тым болмаса біреуін де бітіре алмағанымды қарасаңшы. Бұл күндегі жұрт айтқан уәдесіне жетуде де ұмытып барады. Берем деген нәрсесін әне менемен сөз бидаға салып, ақыр жоқ қылады да, әруақ ақысын ұмытады. О, Алла, өзің сақтай көр. Өзім барып сұрамаушым. Ертең 2-3 тиесілі кісіге жолғаншы. Бір малдың басы құралса, қан шығарып, Құран оқытып жіберейін. Әке шеше Құдайдан перзентті неге тілейді дейсің? Ол анасының кескін келбетінде анық білмейді. Ана дегенде көзіне бар елестететіні Тәңірдің жазғанына әбден мойынсынып, қандай ауыртпашылық болса да бәрін қабақ шытпай үнсіз көтеруге көндіккен, еріне баласына деген ақ тілегін өз ғұмырынан да артық санайтын жұдырықтай ғана әйел. Үлкен үйге не керек болса, отау үйге де сол керек. Жыртық шаңырақ астындағы осы екеуінің көңілі жыртық болмасын деп әкесі айлап, апталап мал табудың жолына кеткенде, анасының мұны қыса құшақтап еркелететіні даладан дүбір естілсе, әне, әкең келді деп елең ететін сәттері есінде мәңгі қалыпты. Құдай-ау, содан бері қанша жыл. Бірақ соның бәрі дәл кешегідей. Күні кеше ғана болып өткендей. Байда емес, ханда емес, қайыршы болса да тіршілік шіркіннің қаңтардың тоқты тоймас қысқа күніндей зу етіп өте шыққанын байқатпа сөзіне лайық қызықшылығы және бар екен-ау. Құдіретіңе болайын қайран 5 күн жалғанай десеңші. Анасы жайлы ойлағанда артта қалған өмірінің сонау бір түкпірінен осы бір шуақты сәттер алыстағы жұлдыздай сәуле шашып, одан кейінгі бір сәт сәуленің бәрін өшіріп, кеудесіне өксік пен қасірет құйып өтеді. Ақпанның үскірік атқан боранды шағы. Ірі қарадан жылқы болмаса, қалғандары қолға қарап тұр. Дөскейдің үлкен ұлы Үкітай жылқышыларды шетінен боқтап, қырып кетердей боп жүр. Кеше 11 бие аязда қалып, арам өліпті. 20 шақтысы үшті күйді жоқ. Не қарасында қалғаны, не ұрының айдауында кеткені белгісіз. Қаңқу сөзге қарағанда бір топ жылқыны Шерәлінің жылқышылары айдап кетті деген сыбыс бар. Иттің ғана балалары, жылқы бақпай ай бағып жүрсіңдер ме? Табыңда ертеңге дейін таппасаңдар жерге тірідей көмемін, деп залы айғайға басты. Бұлай шыққан соң қасындағы Өмекейге: бұл Шерәліге қашанғы жем боламыз, Құдай-ау? Кеудемізде намыс бар еркекпіз бе, езбіз бе? Бетіп тірі жүргеннен қара жерге кіріп кеткенің өзі жақсы ғой, деп күйінді. Қашанғы басынады, қашанғы басындыра береміз? Ойбай-ау, бірдеңе десеңдерші, жалғыз мен бе осы қамдарыңды ойлап отқа түсе беретін?
Мен не дейін, Доскеңмен ақылдасу керек қой. Біз ақылдасқанша ол бәрімізді қу кедей қып бітер. Малымызды барымталайды. Үндемейміз. Бауырымызды өлтіреді. Үндемейміз. Ертең қаңғыртып жібереді. Тағы үнсіз кете бермекпіз бе? Ер құнын өтемей әне, бір аманат баласын тастап тағы қорлап отыр. Ішіме намыс сыймай барады. Өңшең бөрік киген қатындар. Ана аманатын ат құйрығына байлап, есігінің алдына сүйреп апарып тастаймын. Өш алудың, кек қайтарудың бастамасы осы болсын. Ермесеңдер жалғыз барамын, жалғыз. Бейшара баланы бүйтіп қорлағаннан не түседі? Ішімдегі ащы заны көбі төгіледі. Ол иттің күшігі қайда жүр? Аманат! Үстіне ибиленген ақ теріден қаудырлақ келте тон киген жұдырықтай бала тай қорадан жүгіріп шықты. Аға, апам келді ме? Келер сенің апаң, әуелі өзің бері кел. Бала жасқана басып, Үкітайдың қасына жақындады. Қолында өзінен биік сабы бар ағаш күрек. Бір жылдан асар аспас уақыттың ішінде көңілі жасып, зеку мен боқтауға мойынсынған. Қаудыр тонының етегіне жабысқан садраны нәзік саусағымен тазалап, мырзасынан әмір күтіп, үнсіз төмен қарап тұр. Қалай, ауылыңа барасың ба? Баланың қуаныштан екі көзі от жасып, жүзі жайнап шыға келді. Барамын аға, барамын. Ей, сақау, деді Үкітай қора тазалап жүрген бір атшыға. Тез кел мұнда, арқан ала шық. Үкітай, бұл шының ба сенің? Қазір ойнайтын уақыт жоқ. Обалын қайтесің? Обалын жанашырлары ойламағанда мен қайтейін? Сақау, деп шақырған кісі арқан алып жетіп келді. Байла мынаның қолын. Түсінбедім, мырза. Байла деймін, тас керең. Кімді дейсіз? Ой, мүйғылас сақау, баланы деймін. Жас бала қорыққаннан екі көзі алақандай боп кейін шегіне берді. Көкетай, не істемексіз мені? Байламаңшы, жалынамын. Айтқаныңыздың бәрін істеймін. Мырзау, жас баланың жазығы жоқ қой. Өй, нәлет, сен де басынған екесің, қарның тойған екен, бай жылқысының қартасына. Мә саған ендеше. Үкітай қолындағы дырау қамшысымен атшының басынан тартып жібергенде, оның шекесінен қара қан бұрқ етіп, қар үстіне отыра кетті. Жерде жатқан арқанды алып, Үкітай үйінді қардың үстінде жан далбасалап өрмелеп бара жатқан баланы етегінен тартып алды да шырқыратып қолын байлап тастады. Үкітай, деді маналы бері әзер шырдап тұрған Өмеке олардың қасына жетіп келіп. Қоя бер баланы. Не дейсің? Ол Өмекеге тесіле қарады. Қоя бер деймін. Неге? Баланың жазығы жоқ. Солай ма? Бәлкім інімді құдыққа сен итеріп өлтірген шығарсың да? Бұл күшіктің әкесін ұстап бере салған боларсың. Әйтпесе неге мұның жазығы жоқ дейсің? Қылмысты жасаса әкесі жасады. Ол балада не кінә бар? Босат, шырылдатпа жетімді. Кек қайтарудың жолы мұндай болмайды. Осындайда пана болар кісі табылғанына қуанған бала қырғидай қашқан торғайдай жүгіріп кеп Өмекейдің етегіне жармасты. Көкетай, тимеңізші маған. Қой деңізші, айтқаныңыздың бәрін істеймін. Менің айтқанымның бәрін істеп не көгертерсің? Жазған бала, мен саған не айтамын? Қаршадай боп сен не тындырмақсың? Бесіктен белі шықпаған балаға азап силардай бұл неңді алып еді? О, сұмдық өмір. Өмекейдің ет жүрегі езіліп кетті. Обалының бір ұшы менде жатқанын сезбейсің Абайғұс, деді ол ішінен. Сол кезде шындықты айтсам, мұндай күйге түспесті едің. Жалтарып айтып, Құдай алдында бір күнәға батсам, сенің қазіргі күйіңді ойлап қабырғам тағы қайсады. Әкеңнің қу тақыр екенін біз қайдан білейік? Шерәлі ауылынан деген соң жерден жеті қоян тапқандай бәріміз ере тұрып, одан есемізді бір қайтарайық деп ойлап қалмадық па? Қолдан келер не амал бар? Шындықты енді айтқанда маған кім илана қояды? Мына тұрған елірме есерлер өзіме жабылмай ма? О, бейшара бала. Өмекей тұңғыштың маңдайынан сипап арқасынан қақты. Қорықпа, саған ешкімде тимейді. Көктем шықсын, сонда апаң да келеді. Жылама, көп жыласаң олар келмей қояды, білдің бе? Білдім. Енді жыламайсың ғой? Жыламаймын, деді ол өксігін баса алмай тұрып. Бар, жұмысыңды істей бер.
Жат адамдардың арасынан бір жанашыр тапқанына қуанып, бала көңілі көтеріліп қораға қарай жүгіріп кетті. Бәрің жаусыңдар, бәрің шеттеріңнен, деді Үкітай дәрменсіз айқайға басып. Сенгенім сен едің, енді сен де жауымның маңдайынан сипадың. Не боп барады бұл дүние? Жалғыз барамын, жалғыз. Шерәлінің отанына тым болмаса бір ойран саламын. Дөске ауылынан да бір еркек табылады екен ғой деу үшін барамын. Өлсем өлігім сонда қалсын. Өңкей жасық немелер. Жылайын десең еркек басыңа мін. Жыламайын десең ішің қазандай қайнап барады. Бас көтерер бір жан жоқ. Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кете бермек бәрі де. Ал отырыңдар от басында омалып. Үкітай үзеңгіге аяқ сала бергенде жол болсын деген Дөскейдің салмақты үні естілді. Баласы жалт бұрылып әкесіне қарады да: бүгіннен қалдырмай жинап бер жігіттеріңді, әйтпесе өзім аттанамын, деді. Қайда аттанбақсың? Кеше ғана бір үйір жылқыңды айдап кеткен Шерәлінің ауылына. Жылқыны айдап кеткен Шерәлі емес, Боран. Өліктері табылды. Әй баламай, деді ол күрсініп. Сен де бар ыза, сен де бар намыс, өзгеде жоқ деп ойлайсың ба? Жалғыз шауып не тындырмақсың? Көп боп барып не бітірмексің? Бүкіл ауылыңды жиғанда Шерәлінің жарты ауылынан да аса алмайды. Ақылмен істе, құр шабынғаннан түк өнбейді. Күштінің аты күшті. Ешейік, іргелі ел болайық. Дөскей жайлап басып келіп, ағаш бұтайтын дөңкенің үстіне отырды. Қабағы тым салыңқы. Арт жағында шығара алмай тұрған бұдан да маңызды бір түйткіл бар сияқты. Бәрі де үнсіз. Әке қолындағы қамшының сабымен шашылған ағаш жаңқаларын бір жерге жинап, қайта шашып жіберді. Әке, не болды? Деді Үкітай оның қасына келіп ақырын ғана. Өмекей, деді Дөскей ұлының сауалына жауап бермей. Құлағым сізде. Әкең үйде ме? Үйде. Малдарын шашыратпай жинап отырсын. Боран басылып қарғатып, ұзақ мал жүретінде болған кезде Қабантауға көшеміз. Не дейсіз? Екі жігіт қосарлана сұрады. Сол, Шерәліге жайлау тарлық етіпті. Болыс екен бүгін осылай шешті. Күштінің аты күшті. Қорлық қой бұл әке-ау. Ұлы терісіне симай ат жалынан құшақтап тұрып, еңкілдеп жылап жіберді. Тұңғыштың көз алдында сол бір сәт әлі тұр. Дөскей ауылы көшетін бопты деген хабарды естіген соң, өзгеден күтер үміт жоқ байғұс ана ақ қар көк мұзға қарамай кештетіп осында жетті. Көшер мезгіл көктемге салым болса да, ызалы Дөскей қыстың қырауында кереге жығып Қабантауға өзгелерден бұрын аз ғана адаммен өзі кеткен. Мұндағы мал жанның бәріне бас боп қалған Үкітай кір жуып, кіндік кескен жерден бір жола кететін болғаны іші қан жылап, ит ашуын тырнадан алады дегендей ауыл адамдарының екі аяғын бір етікке тығып, бөріктіріп жүр. Айдаңдар, деді ол ақырып. Көштен қалып қоятын болдық қой, кеуделеріңде жандарың бар ма? Пәдіреңе нәлеттер. Әй, боқымырын, неғып тұрсын сүмірейіп, шығар тайларды. Ағатай, енді апам қайтып табады мені. Онда менің жұмысым жоқ, айдамалды. Жас бала көзінің жасын кілт тиіп, жыңғыл қораның есігін айқара ашты. Жылқылардың дүбірін естіп, тықыршып тұрған тай жабағылар сыртқа лап қойды. Осы сәт жас баланың құлағына анасының таныс дауысы естілгендей болды. Жабырқау көңіл селт етіп, ол артына жалт қарады. Менің тұңғышым осында ма екен, айтыңыздаршы. Сен оның кім едің? Анасымын. Жер түбінен жаяулатып жаңа жеттім. Баламның қайда екен, айтыңыздаршы Құдай үшінге. Аман ба менің жарығым? Тұңғыш қолындағы құрығын тастай беріп, апа деп анасына қарай құстай ұшты. Құлыным, жарығым, жалғызым, бар екенсің ғой. Сені де көреді екенмін ғой, шүкірім. Анасы еңіреп жылап, бір жылдан бері көрмеген перзентін ыстық құшағына қысып, екі бетінен алма кезек сүйе берді. Есіңнен айналдым-ау, шыбыным. Тумай жатып мұндай күйге түсерде не жазып едік-ау, қол Құдай. Екі көзің жәудіреп, осында қалғаның есіме түскенде. Шықпаған жаным ғана жүрмеді мекен мен сорлының, тірі жетім болған көкешім менің. Апа сағындым ғой сізді, неге келмей кеттіңіздер? Жыламашы, жылама күнім, келдім ғой міне. Енді үйге алып кетесің бе?
Анасының өзегі өртеніп, бұрынғыдан да қатты егілді. Жоқ, құлыным, көктемге салым келемін, сонда алып кетемін. Қалмаймын, үйге алып кетші, апатай. Көкемнің өлгені рас па? Жоқ, оның жұмыстан қолы тимей жүр, шыбыным. Көктемде ол да келеді, сені атқа мінгізіп алып кетеді. Неге бүгін алып кете бермейсің? Бұлар мені боқтайды, ұрады, қалдырмашы, апатай. Баласына қандай жауап, қандай алдау айтарын білмей, ананың буын-буыннан дәрмен құрып, тәлтіректеп кетті. Тірі жетім боп, аманат қалған баласын қайтсем құтқарып аламын деп байғұс ананың жылу сұрап бармаған жері, баспаған тауы қалмаған. Әке шешесі ерте өліп, кісі есігінде қалған сорлының байқап қараса, бөліп бере қояр жанашыр жақындары жоқтың қасы екен. Бұрын көріспеген ағайындар басқа түскен қайғыны салған жерден бөліп кете алмай, ойласайық, өзгелер не дейді екен? Көктемге шейін шыдай тұр, мал басы көбейсін, сонда келерсің. Сорың құрғыр қарап жүрмей кісі өлтіріп несі бар? Жала дейді, не қылған жала? Шөптің басы жел тұрмаса қимылдамайды. Сөйт, көктемде кел деп құрғақ сөзбен шығарып салды. Ендігі бар үміті жамағайындар ғана. Көктемде келемін деп баласын жұбатып тұрғаны да сол. Мені бүгін неге алып кетпейсің деп тұрған баласына мұның бәрін қайтып айтып жатсын. Айтқанымен ол да түсінер ме? Өзі кеткен соң бала көңілі бұрынғыдан да жетімсіреп, жасып қаларын ойлап тұрған ана екі өкпесін қолына алып, осында жетуін жеткенімен енді қайтып ажырасудың жолын таппай, бауыры езіліп, қабырғасы қайысты. Осылай боларын күні бұрын сезіпті еді. Келмей жүргені де сондықтан. Бірақ Дөскей ауылы көшетін болған соң ана жүрегі қойсын ба? Шыбын жаны шырқырап, жолға шыққанын өзі де білмей қалған жоқ па? Енді не істейді? Қолдан келер шара қайсы? Ұлының шырқырап қалған үні құлағынан кетер ме? Сол дауыс жатса тұрса маза беріп, көмейінен ас өткізіп, кірпігін айқастырар ма? Осы кезде Үктайдың «Ей, айдаңдар, әлгі аманат баланы жер жұтып кетті ме?» деген айбарлы дауысы естілді. Ана жүрегіне біз сұғып алғандай денесі тітіркеніп кетті. Үкітай бұларға жақындап келіп үңіле қарады. «Сен кімсің? Қайдан жүрген қатынсың?» «Мен тұңғыштың анасы едім, мырза. Бір иіскеп кетуге келдім». Солай де, мұның да жоқтаушысы бар екен ғой. Малекеш, малдың да иесі бар. Адамның жоқтаушы неге болмасын, мырза? Сіздерге аманат болғанмен менің ішімнен шыққан балам ғой. Аманат құнын қашан өтейсіңдер? Бар болса, жалғыз баладан аяп отыр дейсіз бе, мырза? Бар дүние оның бір жылағанына да садаға кетсін. Олай болса, дүние жинаған күні келерсің. Ей, боқмұрын, мін атқа. Тұра беретін уақыт жоқ. Апатай бермеші мені, алып кетші бірге. Ол анасына тығыла түсті. Бара ғой күнім, көктемде кеп алып кетемін. Шүкірім, шыбын жаным әншейін. О, жаратқан Құдай, Құдай. Ел көшіп жатқанда сұңқылдап жылағандарың доғарыңдар. Жібер баланы. Көкетай, жіберіңші мен ауылға, кейін қайтып келемін ғой. Не дейді мына күшік? Мін атқа, тез бол. Жалынам, Көкетай. Ойын нәлеті жабыса қалуын қараш, бері кел бермен. Үкітай ат үстінен еңкейіп баланы ана құшағынан суырып алды да сүйреп апарып аттың үстіне қарулы қолымен отырғыза салды. Ұста тізгінді, жүр тез. Апа, құлыным. Көшкен елдің малын айдап, шырқырап бала кетті. Көшкен елдің жұртында көкірегі қарс айырылып, жападан жалғыз ана қалды. Қақаған қыс ортасында ірге көтеріп, ауа көшкен залы Дөскейдің әбігерлі ауылы жаңа қонысқа у-шу, ұрду-дұрдумен жайғасып жатқанда Үкітай ұшты күйді жоқ боп шықты. Уақытша лыпақып салынған қораны қарады. Ат та жоқ, ер-тұрман да жоқ. Жылқышылардан сұрағанда олар маңдатып ештеңе айта алмады. Тек түнеу күнгі сақау ғана. Мырзакем жылап отырған, сырауға батылым жетпеді деп күмілжіді. Дөскейдің жүрегі су ете қалды. Сол жаққа кетпесе не қылсын? Жеті түнде адасып кетер мекен, сорын құрғы. Адаспай жол тауып барған күннің өзінде де аман қайтуы екі талай-ау. Ол аз кем үнсіз тұрып қалды. Қабағы қатулы. Қою қастарын бір-екі қосып жазып алды да. Жиналыңдар тез, Өмекейде жетсін, деді.
Ақ үйдің ағаш есігін тез ашып ішке кірді. Ортада сытыр-сытыр етіп сексеуіл жанып жатыр. Ол шөкелей отырды да түтінсіз жанып жатқан жуан-жуан сексеуілді бір-біріне қағыстырып жіберіп, балуан саусақтарын жылуға тосты. Шынымен қартайғаным ба? Ақ қар көк мұзда елді абыржытып, бала шағаны суыққа тоңдырып, көктемге шейін мені ешкім қуған жоқ еді ғой. Азап айдады ма? Ажал айдады ма? Қырсық мінезден не таптым? Шерәлінің несі кетті? Күлген үстіне күліп жатыр дағы. Аманат баланың шешесі келгендей ме? Салт емес, қолында баласы да бар көрінеді-ау. Бейшара-ай, Үкітай қайда кетті екен? Шынымен Шерәлі ауылына ма? О Алла, әлде баламның айтып жүргені жөн бе екен? Не ел боламыз, не жер боламыз деп отырып алсам, мынау шуылдап жүрген жұрт мені жалғыз тастамайтын еді ғой. Әке шешемнің сүйегі жатқан ата мекенінен безіп, ол аз болғандай қыс ішінде үдіре көшіп, әсте қартайған шығармын осы. Не болды, Байеке-ау, отбасында отырғаны қалай? Деген бәйбішесінің үні оның ойын бөліп жіберді. Ол жаймен басын көтеріп жартысы жанып біткен сексеуілдерді жоғары ысырды да орнынан тұрды. Үкітайдың жайын бәйбіше білмейді. Бір жақты болғанша оған естіртпеңдер деген өзі. Ортаншы ұлы құдыққа түсіп қайтыс болғаннан бері уайымшыл болып біткен. Балалары көз алдында жүрмесе, көмейінен ас өтіп, кірпігі айқаспайды. Екінші бөлімнің соңы. Жалғасын күтіңіздер. Жалғасы бар.